Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін азап жақсы тренировкадан кейін свидание туралы айтатын боламыз. Яғни қалай сені көпшілік жігіттердің ішінен ерекшелендіретін эмоционалды свидание туралы қысқаша кеңестер болады. Видеоның соңына дейін қарайтын бол. Олай болса біз кеттік. Бірінші кеңес физикалық динамика, яғни кафеде сағаттап, бір жерде жаңа кафеде, кинода, паркте отырып алмай, мүмкіндігінше бір свиданиеда бірнеше жерге орын ауыстырып, бір аздаған привлечение дейміз ба, сондай жасауға болады. Өйткені қаншалықты жаңадан танысқан адаммен тек қыздарға ғана емес, жалпы адамдармен аздаған уақыт ішінде бірге қызықты уақыт өткізіп, бірге ыстық пен суықты дейді, өтетін болсақ, бүгін танысқан адамның өзі как будто бір жыл танитын адамдай родной болып кетеді көп жағдайда. Сондықтан бұл кеңес қыздарға да жұмыс жасайды, тек аздап миды қозғалту керек. Енді көпшілік жігіттер бұл жерде дұрыс түсінбей жаңағы шығындалып, қарызданып, ақшасы барлар барынша ақшасын шашып, жаңағы қымбат сыйлықтар алып, қымбат ресторандарға, яхтаға шақырып, яғни енді әркім өз шамасында тек ақшамен шешілетін дүниелермен қызықтыруға қыздар талпынып жатады. Жоқ болса да бар қылып көрсетуге тырысып, кейін өкініп жататын да жігіттер аз емес. Мысалға мен қалай жасаймын? Мен қызды свиданияға шақырғанда күнделікті өмірімді көрсетуге шақырамын. Мысал ретінде бір күндік өмірімді маған мысал ретінде айтып жатырмын, продукт алу керек үйге. Демек, жүр, бүгін супермаркетке бар, бірге бар, магазинге, базарға, енді кімге қалай ыңғайлы, үйге азық-түлік алып жүріп жақынырақ танысамын сол қызбен. Яғни шаблонный бәрінің басына құйылып кеткен жаңағы кинодан, сериалдан көріп алған міндеттерді кафеде отырып, костюм киіп, жаңағы қыздар әдемі той өлегін киіп, қызыл вино ішіп отырған көріністерден басқа қызықты, күнделікті өмірді көрсетіп, сондай вариант жасауға болады. Сырттан қарағанда да бұл қыздың ойында да бірге магазин аралап, азық-түлік алып, немесе киім алып, яғни бірге уже екеуің пара ретінде бір шаруамен жүрулерің бірінші свиданиеда сен туралы жақсы әсер қалдырады. Мүмкін одан кейін сенің әжеңе жаңа кілтті апарып беру керек шығар, қарындасыңды мектептен алып кету керек шығар. Енді қаншалықты екеуің бірге белгілі бір шаруаларды бітіріп, соның ішінде әңгіме де айтып, арасында тамақтанып та үлгеруге болады. Бұл деген қызды шақырып алып, кешке дейін өз шаруаңды бітіріп, оны қасында шаршатып жүргізу емес, немесе бір деловой болып, жұмыс басты болып көрініп, жаңағы имитация бурной деятельности дейді, сондай бір пысық болып көрінемін деп, свидание емес, өзіңе бір реклама жасағандай да болып қалма. Бірінші кеңес, мейлінше қызды қызықтырамын деп шығынданбай ақшаға, онсыз да қызық өміріңнің бір күнін көрсетіп көр. Түсінген шығарсың деп ойлаймын. Егер сұрақтарың болса, комментке жаза кет, мен жауап беремін. Екінші кеңес, ерлердің арасында бір түсінік бар, бір қызбен сенің қарым-қатынасың дұрыс болу үшін басқа қыздармен де сенде проблема болмау керек. Яғни басқа кез келген қыздармен сен еркін, қорықпай, жеңіл сөйлесіп таныса алатындай болуың керек. Бұл туралы толығырақ келесі видеоларда айтатын боламын. Қазір қысқаша айтқанда, мысалға свиданияны қандай жерде өткізіп жатқан болсаң да, кафе болсын, көшеде далада отырған пикник болсын, басқа қыздарды өз свиданияңа қоса білу керек. Яғни бұл қалай? Кафеде отырсаңдар, жанындағы столиктегі тағы да екі қыз отыр делік, мысалға, сол қыздарды да әңгімелеріңе қос. Яғни совет сұра сол қыздардан, жеңіл флирт дейді ғой, енді флирт арқылы мысалға қыздар свиданияда қандай тамақ заказ беруге болады, мына ханым бүгін өте әдемі екен деп өзіңнің қызыңды көрсетіп, аздап волноваться етіп отырмын дегендей, яғни бір көзді қысып қойып, өз қызыңа комплимент жасап, еще и басқа қыздармен де еркін сөйлесе алатыныңды, басқа қыздар да саған былайша айтқанда кетар емес екенін көрсетуге болады. Тек бұл фишканы дұрыс, орынды қолданған жағдайда ғана бұл жаңағы жұмыс істейді. Көп жігіттер бұны дұрыс қолдана алмай, өтпейтін прикол айтып, жаңа орынсыз сұрақтар қойып, өзінде жаңа қасындағы қыздың да ыңғайсыз жағдайға қойып жатады. Ондай свиданияның соңы құр ақшамен уақыттың соры болып аяқталады, оны бәрімізге белгілі. Сондықтан бұл кеңес бәріне бірдей жүрмейді, практикамен келеді. Жоғарыда айтқандай, бір қызбен араңды реттеу үшін басқа қыздармен де жеңіл араласып таныса алатындай уровеньде болуың керек. Өзіңе сенімді болсаң, бұл кеңесті қолданып көр, өте жақсы жұмыс жасайды. Үшінші кеңес, көпшілік жігіттер свиданияда қыздардың алдында өздерін барынша әдепті, сыпайы ұстап, бір ақылды әңгімелер айтып, жаңа қыздың таңдауымен жүріп, сол қыздың ұнаған киносына барып, көлікте отырса, сол қызға ұнаған музыканы ғана тыңдап, мүмкін менің бүгін жаңағы донер жегім келіп тұрса, бірақ қызымыз донер жемейді екен, ол только стейк жейді екен, демек стейк жейміз. Барынша жаңағы қызбен келісіп, қыздарға тек қана бір жағымды эмоция беруге тырысып, қыздың асты-үстіне түсіп жатады. Бірақ бұл өте предсказуемый, скучный жігіттің свиданиясы. Олай болса, бүгіннен бастап қыздың аузынан шыққан сөзді қағып алып айтқызбай, жаңа орындайтын құп болады деп ханның қызына қарағандай қорықпай, аздап жағымсыз эмоцияны беріп тұрамыз, яғни өз ойыңды ашық білдіріп, кино ұнамаса, маған ұнамайды, мен киноға барғым келмейді, немесе мына киноны көргім келмейді, осы стейк жеймін десе, мен жаңағы донер жегім келіп тұр, сенің өлеңдерің маған қатты ұнамады, давай менің музыкамды тыңдап көрейік дегендей, яғни қызды орнына қоя білу арқылы сен жеке адам ретінде әр нәрсеге өз ойың бар екен, және өз ойыңды позицияңды жігіт ретінде дұрыс деп біліп, өз көзқарасыңды тұра алатыныңды білдіре алу
керексің. Көп қыздар айтып жатады, бұл жігіт бір кездескеннен ақ мен үшін бәріне дайын болды, маған жаңағы как-то қызық болмай қалды, уже ешқандай бір флирт, интрига жоқ, вызов жоқ, яғни эмоция жоқ та. Жағымсыз эмоция деген қырсығып айтқаннан қайтпай жаңа ұрсып ренжітіп қызды жылатып жүрме әрине бірінші свиданиеда. Хотя бұл да кейде жұмыс жасап жатады. Тек бұндай эмоцияны бір игривый дейді ғой, жаңағы бір бұл жеткіз бетіне айта салу емес, қалжың аралас шындықпен жеткізе біле. Сол кезде қыздарды аздап екі ойда қалдырасың. Бұл қазір шынымен айтып тұр ма, менің өлеңдерім жаңағы ұнамайды деп, жоқ әлде қалжыңдап тұр ма? Яғни екі эмоцияны бірдей беріп тұрсың. Бүгінге осы, алда әлі көптеген пайдалы кеңестер болады. Видеоны ұнаса лайк басып, достарыңа тарата жүр. Келесі видеоға дейін мен сенімен қоштасамын. Адиос.